Бұл видео соңғы кезде әлеуметтік желіні шулатып жүр. Бұл да келесі фейк десем сенесіздер ме? Қазір мен сіздерге бәрін түсіндіріп беретін боламын. Сәлемдестер, сіздермен бірге бұл мен мистер Жансаңыздар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Джессика мен Касатка жайлы оқиғаның шындығын ашып, оны айтып беретін боламын. Яғни айтқанда толығырақ сіздерге түсіндіретін боламын. Ал сіздер не істейсіздер? Сіздер видео басылмай жатып, арнаға тіркеліп, видеоға аямай лайктарыңызды басып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Достар, TikTok тағы да фейкке толып жатыр. Джессика деген қыздың өзінің бағып қараған Касаткасы оны өлтірген деген видеоны көрдіңіз бе? Шындығына келетін болса, Касатка жаттықтырушы Джессика деген қыз шын өмірде болмаған. Яғни бұл жасанды интеллектпен ойдан шығарылған сюжет. Сіздерге қысқаша Касатка жайлы айта кетейін. Жалпы Касатка дельфиндер тұқымдасына жататын ірі теңіз сүтқоректісі. Жалпы касаткалар өте қатты ақылды болады. Олар бір-бірімен әртүрлі дауыстармен, әртүрлі ультра дыбыстық сигналдармен сөйлесіп отырады. Тіпті олар бір-біріне аң аулау әдісімен де бөлісуі мүмкін. Жалпы касаткалар мұхиттағы ең мықты жыртқыштардың бірі десек те болады. Олар немен қоректенеді? Олар балықпен және ит балықпен, одан кейін мұхит қорқынышына айналған акулалармен де қоректенеді. Жалпы табиғатта касатканың адамға шабуыл жасауы сирек кездесетін жағдай. Касатка адамға шабуыл жасағанның өзінде адамды жемейді. Яғни оны жай ғана өлтіре салады. Оны тістеп өлтіреді немесе тұншықтырып өлтіреді. Соңғы қайғылы оқиғалармен аяқталған касаткаға байланысты жағдайларға келейік. 2009 жылы Испанияда 29 жастағы касатка жаттықтырушысы Алексис Мартинестің Кету деген касаткасы болады. Оқиға таңертеңгі уақытта шоуға дайындық кезінде болған еді. Адамдар әлі ішке кірмеген. Касатка мен Алексис Мартинес дайындалып жатады. Кенеттен касатка агрессия көрсетіп, жаттықтырушыны бір тұншықтырып, бір судың бетіне шығарып, бір тұншықтырып уақытын алады. Кенеттен көмекшілер жетіп келген сәтте Алексис Мартинес көз жұмады. Оның өлімінің себебі тұншығу. Келесі қайғылы оқиғамыз 2010 жылы SeaWorld'та болған. Жағдайда кейбіреулері Джессика атты қыздың оқиғасымен шатастырып отырады, бірақ мүлдем олай емес. Яғни адамдар былай шатастырады. Джессика деген қыз болған, бірақ оның оқиғасы 2010 жылы орын алған. Ал қазір әлеуметтік желіні шулатып талқыға түсуде деп. Бірақ мән-жайға дұрыстап оралатын болсақ, 2013 жылы 40 жастағы Дон Браун шоуды Телеком атты касатка шоу кезінде батырып, яғни айтқанда шабуыл жасап, тұншықтырып өлтірген болатын. Осы оқиғадан кейін ақшты касаткамен жақын байланысты жұмыс жасауға шектеу қойған болатын. Ал 2016 жылы болса SeaWorld'та касатка шоуын тоқтатып, жаңа касатка өсіру бағдарламасын толықтай жабады. Ал содан бері дәл осыған ұқсас жағдай ешқайда тіркелмеген. Ал бұл дегеніміз бұл оқиғаның өтірік екеніне, яғни фейк екеніне тағы бір дәлел. Неге бұндай видеолар TikTok, YouTube желілерінде миллиондаған қаралымдар жинап жатыр? Себебі алгоритм сіз тоқтап барған видеоны басқаларға да жеткізеді, яғни басқалардың да рейттерінен шығарады. YouTube'да да дәл солай. Осы видеоны да соңына дейін қарап қойыңыздар, достар, қазақ контентінің дамуына үлес қосып. Адамдар Джессика мен Касатка туралы видео фейк екенін білсін, достар. Жалпы Джессика оқиғасына қайта оралайық. Жалпы TikTok пен YouTube желілерінде барлығы жарысып салынып жатқан видеолар жай қаралым үшін, көрермендер үшін, жай лайктар үшін шынайы оқиғада етіп жеткізіп жатыр. Яғни болмаған затты шынайы қылып жатыр. Себебі қазір өздеріңіз білетіндей Джессика мен Касатка оқиғасы реттеп бірінші орында тұр. Сондықтан адамдар ойларына келгенді айтып алдап жатыр десек те қателеспейміз. Шынына келетін болса, қазір жасанды интеллект жасаған видеолар қазір трендте. Оны өздеріңде білетін шығарсыңдар. Касатканың Джессикаға шабуыл жасап, аяғын тістеп, оны өлтірген видеоларының бәрін мұқият қарап шығатын болсақ, барлығы жасанды интеллект көмегімен жасалған видеолар. Қазір не көп жасанды интеллектпен видео жасайтын сайттар көп. Сіз өзіңіз қалағандай бір идеяны жасанды интеллектке айтсаңыз, ол түрі дауыспен жалпы адамдарды сөйлетіп, тіпті қазақша сөйлеткізіп, сізге видеоны дайындап береді. Жасанды интеллект дейді ғой, сол біздің ауылға да жетіпті. Қойшы, ол немене тағы? Сиыр сауала ма екен?
кейбір адамдар өздерінің бизнестерін реклама жасатуға жасанды интеллектті жақсы жағынан пайдаланып жатыр. Джелоның бізге берген концертінен кейін магазиндерде Джело реклама жасағанда видеоларда толып жатыр. Ал достар, осымен видео бітті. Видеодан арнаға тіркеліп, видеоға аямай лайктарыңызды басып кетіңіздер. Сіздерге осы оқиға ұнады ма? Оны пікірге жаза кетейік. Ал енді келесі видеода көріскенше.